Hello, we'll talk about seasons and the weather. Жыл мезгілдері және ауа райы жайында айтамыз бүгін. Мезгілдер, seasons, winter, қыс, winter, summer, жаз, summer, spring, көктем, spring, autumn, күз, autumn. Ал енді ауа райын сипаттайтын сөздер, сын есімдер. Sunny, күн шуақты. Sunny. Hot, ыстық. Hot. Cold, суық. Cold. Cloudy, бұлтты. Cloudy. Warm, жылы. Warm. Windy, желді. Windy. Frosty, аязды. Frosty. Thundery, найзағайлы. Thundery. Rainy, жауынды, жауын-шашынды. Rainy. Stormy, боранды, дауылды. Stormy. Snowy, қарлы. Snowy. The weather is cloudy in autumn. Міне the қызылменен белгіледім. Алфавит өткенде мен айтқан бұл дыбысты қалай айту керек екенін. The weather is cloudy in autumn. Күзде ауа райы бұлтты болады. The weather is rainy in autumn. Күзде ауа райы жауын-шашынды болады. The weather is rainy in autumn. The weather is rainy in autumn. The weather is cold in autumn. Күзде ауа райы суық болады. The weather is cold in autumn. Міне мына жерде транскрипшндер де бар. Қыс мезгілі. It is stormy in winter. The weather is stormy in winter. Деп айтуға болады, немесе it is stormy in winter. Қыста ауа райы боранды болады. It's frosty in winter. Қыста күн аязды болады. It's frosty in winter. Жалпы қыстың ауа райы жайында. It's cold in winter. Қыста күн суық болады. It's cold in winter. Көктемде ағаштар гүлдегенде the weather is sometimes cloudy in spring. Кей күндері sometimes деген кейде деген сөз. Күн райы, ауа райы бұлтты болады. Міне қазақшасы жазылып тұр. Енді the weather'ның орнына it деп те айтуымызға болады. It is warm in spring. Жалпы көктемде күн жылы болады. It's cooler in spring. It's cooler in spring. Көктемде күн салқынырақ болады. Салқын болады. It's rainy in spring. Көктемде жаңбыр жауып тұрады кейде. Көктемде жауын-шашынды күндерде болады деген сөз. It's rainy in spring. It's hot in summer. Hot, ыстық. It's hot in summer. It's sunny in summer. Sunny, күн шуақты. It's sunny in summer. Now let's do some exercises. Exercises дегеніміз жаттығулар, иә. Example, мысалға, it is warmer in spring. Көктемде күн жылырақ болады деген сөз. Ана сарымен боялған сол сөз. Сондай сөздер міне осы сөйлемдерде жақшаның ішінде қазақша сөздер берілген. Сол сөздердің ақсыншасын толтыру керек. Ондай болса, бастаймыз. Әр сөзді табуға 3 секунд беріледі. Ыстық деген не дейміз? It is hot in summer.
Келесі суық. It is cold in winter. Желді. It is windy in spring. Көктемде желді болады. Аязды. It is frosty in winter. Қыста аязды болады. Жылы. It is warm in summer. Жазда жылы болады. Жаңбырлы. It's rainy in spring. Көктемде жаңбырлы болады. Күзде бұлтты болады деген не дейміз? It's cloudy in autumn. Күн шуақты жазда. It's sunny in summer. Боранды болады қыста. It's stormy in winter. Салқындау болады күзде. It's cooler in autumn. It's cool in autumn. Салқын болады деген сөз. Ал осы сөздерді есте сақтап алу үшін бірінші беттегі сөздерді тағы да бір қайталап, осы жаттығуға қайта оралып, тез жасап аласыңдар ма, соны байқауларыңа болады. It's snowing at the moment. Қазір қар жауып тұр деген сөз. It's snowing at the moment. It's snowy. Ауа райы қарлы. Бұл жалпылама іс-әрекетті білдіретін сөйлем. Ал бірінші нақты осы мезетте болып жатқан іс-әрекетті білдіреді. It's windy in the mountains currently. Қазір тауда жел соғып тұр. It's windy in the mountains currently. It's breezy at the moment. Осы сәтте аздап самал есіп тұр. It's breezy at the moment. It's rainy in April. Сәуір айында ауа райы жауын-шашынды болады. It's rainy in April. Ол жалпылама сөйлем. It's raining now. Қазір жаңбыр жауып тұр. Осы мезетте жаңбыр жауып тұр. It's raining now. It's sunny currently. Қазір күн шуақты деп айту үшін осылай айтады. It's sunny currently. Ал енді қазір күн жарқырап тұр деп айтатын болсақ, the sun is shining currently. Немесе қысқаша the sun is shining currently. It's part cloudy, part sunny now. Сөз аударғанда бұны қазір жартылай күн шуақты, жартылай бұлтты деген сөз. It's part cloudy, part sunny now. Осы мезетте күн ала бұлтты болып тұр деген сөз. Қазір енді сұраулы сөйлемдерді айтамыз. What season is it here? Қазір қандай мезгіл? What season is it here? Осы жерде қандай мезгіл? It's autumn. Бұл күз. It's autumn. What's the weather like in autumn? Күзде ауа райы қандай болады? What's the weather like in autumn? It's generally cool in autumn. Күзде generally деген жалпы күн ауа райы күзде салқын болады. What's the weather like now? Қазір қандай ауа райы? What's the weather like now? It's sunny and breezy now. Қазір күн шуақты және самал есіп тұр. What season is it here? Бұл жерде қандай мезгіл? What season is it here? It's winter. It's winter. What's the weather like in winter? Қыста ауа райы қандай болады? What's the weather like in winter? It's generally cold and snowy in winter. Жалпы қыста суық болады және қарлы болады. What's the weather like presently? What's the weather like presently? Қазір ауа райы қандай? It's windy and it is snowing. Қазір жел тұрып тұр және қар жауып тұр. What is дегеннің қысқаша түрі міне. What's.
сол what's-ты қолдандық осы жерде. Мына windy деген present continuous'те қолданылмайды. Сондықтан осындай сөйлемнің құрылысы осындай. It's windy and it is snowing. Ал snow деген ол етістік, сондықтан бұны present continuous'те осылай қолданылды. What season is it here? Бұл жерде қандай мезгіл? What season is it here? It's spring. Бұл жерде бұл көктем. It's spring. What's the weather like in spring? It's generally warm in spring. What's the weather like at the moment? Осы сәтте ауа райы қандай? It's sunny at the moment. Енді жаз жайында айтамыз. Жазда егіс алқабы жасыл болады, күзде сарғаяды. What season is it here? Бұл жерде қандай мезгіл? It's summer. Қазір жаз. Бұл жерде жаз. It's summer. What's the weather like in summer? Жазда ауа райы қандай болады? It's generally hot in summer. Жалпы жазда ыстық болады. What's the weather like here? Осы жерде ауа райы қандай? It's hot and breezy. Бұл жерде ыстық және самал желді. Now let's do some exercise. Жаттығу жасаймыз. Example, салқынырақ, cooler. Мысалға, салқынырақ. Соның ағылшыншасы берілген. Ал мына сөздердің барлығы қазақша, ағылшыншасы жасырын тұр. Сол әр сөздің ағылшыншасын табуға 3 секунд беріледі. Онда бастаймыз. Суық. Cold. Салқын. Cool. Желді. Windy. Самалды. Breezy. Дауыл. Storm. Дауылды. Stormy. Аяз. Frost. Аязды. Frosty. Ыстық. Hot. Ыстығырақ. Hotter. Жылы. Warm. Жылылау. Warmer. Енді үйде осы жаттығу арқылы өздеріңді тексерулеріңе болады. Ал осы бетте осы темаға байланысты, алдыңғы беттерге байланысты сөздердің қорытындысы, vocabulary деген сөз қоры. Сөз қорын жинақтау керек. Сөз қоры болмаса, сендер жақсылап сөйлей алмайсыңдар және өз ойларыңды толық жеткізе алмайсыңдар. Сондықтан осы сөздердің барлығын жазылуы, міне айтылуы, транскрипшндері осы және қазақша аудармалары түгел әдемілеп жазып, дәптерлеріне қайталап, білесіп, оқып жүріңдер, есте сақтап. Көп оқу керек, көп қайталау керек. Мысалы, ағылшын тілін оқудың оңай тәсілін үйретем, немесе 5 минутта, 1 сағатта, 10 немене тағы 2 сағат, 5 сағатта, 1 айда үйретем деген тәсілдердің ондай видеоның барлығын қарауларыңа әрине болады. Оның барлығында пайдалы бір нәрсе алуға болады ондай видеолардан да. Бірақтан ағылшын тілін сауатты түрде жан-жақты үйрену үшін ол көп уақыт кетеді. Көп жұмыс жасау керек. Көп қайталау керек. Естеріңде болсын, сол қайталау оқу анасы дейді. Сол ағылшын тілін кез келген шетел тілін оқу үшін көп қайталау керек. Табанды түрде, тұрақты түрде жұмыс істеу керек. Сонымен бұл беттегі мен сөздерді
ауа райы немен мезгілдер енді белгілі 4 мезгіл бар, бірақ ауа райын сипаттайтын бүкіл сөздер бұлар емес, тағы да көп сөздер бар. Негізгі көп қолданылатын сөздер осылар. Ондай болса мен оқып бастайын. Winter, қыс. Winter, қыс. Summer, жаз. Summer. Autumn, күз. Әне соңындағы autumn дегенде ең соңында n айтылмайды. Autumn. Spring, көктем. Spring. Weather, ауа райы. Weather. Cold, суық. Cool, салқын. Cooler, салқынырақ. Storm, боран, дауыл. Stormy, боранды, дауылды. Thunder, найзағай. Thundery, найзағайлы. Rain, жаңбыр. Rainy, жаңбырлы. Frost, аяз. Frosty, аязды. Snow, қар. Snowy, қарлы. Hot, ыстық. Warm, жылы. Freezing, мұздай. Breezy, самал желді, самалды. Drizzle деген ол майда ұсақ жаңбыр. Drizzly деген сол сіркірейтін жаңбырды айтады. Drizzly десе сіркіреп жауын жауып тұр деген сөз. Fog, тұман. Foggy, тұманды. Ал осымен бүгінгі сабағымыз тәмам. Келесі сабаққа дейін сау болыңдар.